Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өзім жиі жасайтын тар мен асқабақтан жасалатын өте дамды тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен асқабағымыздың қабығын ашып, оны жуып и кубиктап тураймыз. Үстінен шамалы су құямыз. Суымыздың деңгейі асқабақпен бірдей болып тұру керек. Соны 10 минуттай қайнатамыз. Және де асқабағымыз қайнап жатқан кезде біз тарымызды жақсылап жуып аламыз да, оның үстінен қайнаған су құйып 2-3 минутқа қойып қоямыз. Достар, видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, жанында қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. 10 минут өткен соң тарымызды саламыз және де қақпағын жауып, су тартылғанша жай отта қайнатамыз. Міне суымыз тартылды, тарымыз пісті. Енді оның үстінен сүтімізді құйып, үстінен дәміне қарай тұз, қант саламыз және де қақпағын жауып, тағы бір 10 минуттай қайнатамыз. Міне кашамыз дайын болды. Енді оның үстіне сары май саламыз және де қақпағын жауып, астындағы отты өшіреміз и 1-2 минутқа қойып қоямыз. Сонымен кашамыз дайын. Кашамыз өте дәмді болады. Және де бұл тағамның құрамында ағзамызға пайдалы дәрумендер өте көп. Бұны балалар да сүйіп ішеді. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнап қалады деген ойдамын. Сіздермен бірге мен Балжан. Менің каналыма тіркеліп, жанында қоңыраушаны баса кетіңіздер. Алда әлі талай осындай пайдалы видеолар салатын боламын.